Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай баклажанный рулет жасаймыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, подписаться ететін қызыл кнопка мәзірін басып, каналға тіркеліп өтіңіздер. Бізге дәл осындай ингредиенттер қажет болады. Ең алдымен енді біз бастайтын болсақ, ең алдымен осы сместі, яғни бұндай смес барлық сіздің ауылдарыңыздағы дүкендерде болады. Жалпы барлық дүкенде осындай дәл осындай смес бар. Дәл осындай сместі және осындай корейский панировочный сухариді екеуін екі тарелкаға салып аласыздар. Салып алған соң жаңа сместің үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, қоюланғанша, қою массы болғанша біркелкі осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болған соң дәл осылай араластырамыз. Дәл осылай араластырғанда қоймалжың қою массы шығу керек біздерде. Қоймалжың қою массы шыққаннан соң дәл осы смеске баклажанный, яғни баклажанымызды, баялдымызды араластырып аламыз. Ең алдымен баялдыны араластырмастан бұрын баялдыны дәл осы видеодағыдай көрсетілгендей жұқа жіңішке ұзын қылып турап аламыз. Дәл осындай қылып, жіп-жіңішке жұқалау қылып. Піскенде бұл өте жұмсақ, тәтті болады. Дәл осы турап болған соң баялдымызды жаңағы араластырылған смесімізге араластырып, оны тағы да бір корейский панировочный сухаримызға араластырып, дәл осылай екі бетін аунатып, қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Пісірген соң біз баялдының ортасына дәл осылай начинка, яғни салмасын дайындаймыз. Ең алдымен салмасы ол чеснокты теркіден, яғни сарымсақты теркіден өткізіп, оның үстіне 2 қасық жарым майонезімізді қосып, баялдының ортасына дәл осылай жағып, бұл жерде менде үйде тек қана қияр болды. Ал сіздерде помидор, фетаксы болса, жалпы қандай не ақ желкен болса, дәл соларды салуға болады. Бұл жерде мен қияр салып, осылай дәл екі бетін аунатып, табамызға қойып, тарелкамызға қойып, ұсынамыз. Ас болсын,